Ассалаумағалейкум. Экранда ғылым және ауыл арнасы. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы осыдан 121 жыл бұрын өзбектер туралы былай деп жазба қалдырыпты. Қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагердің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірімен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды ғой. Әке балаға құймай тұғын малыңды сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден гөрі олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Арада 121 жыл өтті. Қазақ бір ата 30 жыл деп есептейді, яғни 4 ұрпақ ауысты. Алайда не өзгерді? Қазақстан мен Өзбекстанның ауыл шаруашылық өндірістік кешенін салыстырып көрейік. Өзбекстан жалпы жұмыс күшінің 44%-ын ауыл шаруашылығына жұмсап отыр, яғни ішкі жалпы өнімнің 17%-ын осы ауыл шаруашылығынан табады. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 7%-ға да жетпей отыр, яғни 6,7%, 10%-ға аз, ал жалпы жұмыс күші 20% біз ауыл шаруашылығына беріп отырмыз. Бұл Өзбекстаннан 2 есе аз. Алайда бұл шектік көрсеткіш емес, екі елді бөлек-бөлек салыстырғанымыз жөн болар. Өзбекстанның жалпы экспортының 17%-ы мақтаға тиесілі, яғни жылына 1 миллион тонна. Әлемдік мақта өндірісінің 5%-ы, ал әлемдік мақта экспортының 10%-ы Өзбекстанға тиесілі. Орын бойынша айтар болсақ, өндіруден 6-шы, ал экспорттаудан 2-ші орын. Қайсы бір жылдар Өзбекстан қаракөл терісімен әйгілі еді, алайда 1990 жылы 1,4 миллион дана тері өндірген болса, 2004 жылы 0,7, яғни жартысына да жетер-жетпес. Өзбекстан ірі қара өсірумен де аса қатты мақтана алмайды. Анығырақ айтар болсақ, Өзбекстанда 3 миллион сиыр бар, жылына 5 миллион литр сүт алынады, яғни бір сиырдан жылына 1600 литр сүт алынады. Бұл ТМД елдеріндегі ең төменгі көрсеткіштердің бірі болып саналады. Өзбекстан ауыл шаруашылығы жайлы мынандай бір қызықты дерек бар. 4-ші ғасырдан бері тұт ағашы мен жібек құртын өсіріп, жібек жасап келген өзбектер бұл күнде хан атлас деп аталатын материал матасын патенттеп те алды. Ал енді өз елімізге оралатын болсақ, Қазақстанның ауыл шаруашылығында басты жетістігі ол бидай өндірісі. Қазақстан әлемде бидай өсіру және одан өнім алу бойынша 6-шы орында. Алыс жақын көрші елдерге бидай ұнын және де шикі бидай сатудан экспорттап жатқанымыз да шындық. Қазақстанның ауыл шаруашылық экспорты жылына 3 миллиард ақш долларын құрап отыр. Қазақстанның ауыл шаруашылығы жайлы және бір қызықты дерек бар. Қазақстан жылдан жылға көкжалдар мекеніне айналып барады. Қазіргі таңда ең көп қасқыры бар ел ол Қазақстан. Қазақстандағы қасқырлар саны 90 мыңнан асады. Алайда бұл Қазақстандағы қасқырлар саны күрт өсіп кетті дегенді білдірмейді. Керісінше, бүкіл әлемде қасқырлар саны азаюда. Әр қазағым қасқырдай мықты жігермен еліміздің өсуіне үлес қоссын. Арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазып қалдырыңыз. Аман сау болыңыздар.